Эпилог. Ана дүние. Ғарыштық сарындағы музыка, кілең ақ киген аруақтар бейнесі бүтін бір зат жоқ, бәрі құбылып тұрады. Оқтын-оқтын тұман қаптап, қайта ашылып, ойдым-ойдым мұнар арасынан аруақтар легі елес береді. Арғы бетте ойпаңда тамық оты лапылдап жатады. Сол жақтан шыңғырған, ыңырсыған, ышқынған дауыстар естіледі. Бергі бетте өрді шынар сияқты ағаштың түбіне екі елес шыға береді. Біреуі Рысқұлов, біреуі Мүсірепов. Рысқұлов арғы бетін нұсқап: «Ғабит, сен жас аруақсың ғой, бұл жақтың ұңғыл-шұңғылын біле бермейсің», даусы көтеріліп. «Әне, тамық». Мүсірепов арғы бетке аңтарыла қарап: «О, құдірет! Мұнда рисалат нұры, анда тамық. От ішінде ойнақ салған әлденелер, олар кімдер, тұрар аға?» Рысқұлов көтеріңкі: «Жарық дүниеде жазықсыздарға жапа шеккізген озбырлар, қиянатшыл бәлеқор жалақорлар, әділет тағынан тайғандар, пейілі жаман пенделер, танауыраған тайтақайлар». Мүсірепов: «Завал, завал, біз білетіндерден кімдер бар?» Рысқұлов серігін қолынан тартып: «Берірек жүр, жақындасаң өзіңді танырсың». Жар жағалап лапылдаған отқа таяқ келеді. «Әне, анау барқырап тұрғанды сен танымассың, Ғабит, ол баяғы Нерон». Мүсірепов: «О, құдірет! Әлі ән салып тұр екен ғой, от ішінде шырылдайды. Тобастағы император басымен театрға барып ән салады екен». Рысқұлов әріректегі сұлбаларды меңзеп: «Анау шешесі, оның жанындағы туған інісі Нерон, ол екеуінде өзі өлтірткен». Мүсірепов: «Туған анасын, туған бауырын аямаған, олардың өліктерін баспалдақ етіп мансапқа биіктеген, содан не тапты?» Рысқұлов: «Мансапта ауру, мансапқорлар да нашақорлар сияқты. Мансаптың мастығы нашақор мастығынан да қауіптірек». Кенет серігін жеңінен тартып қалып: «Ал ана аруақты сен бірден тануға тиіссің». Мүсірепов селк ете қалып сәл-пәл тағзым еткендей болды: «Тәлин?» Тұтыңқырап: «Бір жеңі қызыл, бір жеңі қара, қызыл жолақ үстімен Сталин әрі-бері баяу басып бір сыдырғы жүретті қояды». Рысқұлов ықыластана күліп: «Айттым ғой, жазбай танисың деп. Немене, қорқып қалдың ба?» Мүсірепов таңдайын: «Жарықтық трубка тартқан әлі қоймапты ғой». Рысқұлов: «Тамықта от лапылдап, бұрқылдап жатса да түтінге тоймайды». Мүсірепов мақтаныш сезіммен: «Сталин жолдас император Неронға қарағанда құдайдай ғой». Рысқұлов мырс етіп: «Нерон Сталиннің қолына су құюға жарамайды». Шексіз ғалам музыкасы гуілдейді. Сол сәтте арғы беттен арпылдаған, әупілдеген, барақ жүн орнына жыбырлаған, жылан шыққан, шарадай ек көзі от шашқан, танаулары үңірейген, аузарандай өзі есекте ит әлдегімді қуалап шыға келеді. Мүсірепов үрейлені шегіншектеп: «Астапыралла, мынау не сұмдық, тұрар аға?» Рысқұлов: «Қорықпа, бізге жете алмайды». Басын жайқап: «О, сорлы Филипп Исаевич, анау Цербер осының ақ соңынан қалмай қуалайды да жүреді». Мүсірепов жағасын ұстап шегін тартып: «Өзіміздің Голощекин жолдас па?» Рысқұлов: «Дәл өзі. Тозақ төбеті Цербер осы байғұсқа бір сәт тыным таптырмайды. Жарық дүниенің өзінде бейшараның дауысы тамұқтан шыққандай шарылдап тұрушы еді, енді мүлде қақсауық болып алды. Жар басында ақ жамылған түмен аруақ: Цербер, Цербер, айдақ, айдақ, бас, бас деп шуылдап тұрады. Ғарыш музыкасы шексіз ғаламның құрсағынан шығып жатқандай ыңыранады». Мүсірепов Рысқұловқа: «Сонда Голощекин жолдастың шыбыны мәңгі бақи шырылдаумен бола ма?» Рысқұлов: «Мәңгі бақи. Арасында сәл-пәл тәнәпіс бар, қазір өзіңді көресің. Цербер арсылдап қуалап келеді, Голощекин шырылдап қашып барады. Кенет алдарынан Сталин шыға келгенде Цербер қалып тұра қалып тек ырылдай береді. Голощекин барып Сталиннің аяғына тығылады. Сталин Церберге трубкасын кезек-кезек қояды». Мүсірепов: «Ой, жарықтық Сталин-ай. Тозақтың төбеті де баталмай қалды. Енді Голощекин жолдас құтылды ғой бәледен». Рысқұлов: «Жоқ, Ғабит, қателесесің.
Филипп Исаевич баяғы өзің білетін жағымсыз дауыспен зар қағып, ана кісінің мазасын майышкендей қылады. Содан соң оны Сталин кет деп қуып жібереді. Аңдып тұрған Цербер тағы да қуалайды. Мүсірепов сыбырлап Сталинді меңзеп. Ана кісі тамұқтың тақсіретін тартқан адам сияқты емес қой, немене тамұқтан да тай салмай ма? Рысқұлов жайдары күліп. Ой Ғабитай, соншама соңғыла болсаң да қазаққа тән аңқаулығың қалмайды. Оу, Иосиф Виссарионович жарық дүниенің өзінде тамық орнатып, соның тағында отырған кісі емес пе? Мүсірепов мекірене күліп, бәсе, тамық ол кісіге таңсық емес екен-ау. Рысқұлов, ол тозақтың өзінен ләззат алады. Мүсірепов Рысқұловтың иығына тығылыңқырап қарайды біздің жаққа. Рысқұлов тамыққа түскелі бері жар жағалап осы біздің жақтан бір көз алмай әрі-бері теңселіп жүреді де қояды. Мүсірепов әнтек таңғалып, онысы несі екен? Рысқұлов ретін тапса біздің жақты да тамыққа айналдырып жібермек. Мүсірепов тағы да сойқан соқпасы егеді. Рысқұлов жайбарақат, соқпайды, көрдің ба мына шыңырауды? Екі жағалаудың арасын біріктіріп тұрған тек мына қыл көпір. Сталин одан өте алмайды. Шырылдаған дауысқа елең етіп Цербер Голощекинді әлі қуалап жүр. Мүсірепов жарық дүниеде тозақтың отын тұтатқан Голощекин ғана емес сияқты еді-ау, жандай шаптары бар еді. Рысқұлов мырс етіп, әлгі Құрамысов сияқтылар ма? Олардың адымы тым қысқа ғой. Цербер оларды деп алып әлдеқашан отқа лақтырып жіберген. Әне анау алаудың ішін анықтап қарашы, бір-біріне от шашып жүр. Мүсірепов адамдар тамықта да бір-біріне от шашып ойнайды деген осы екен-ау. Кенет ойына бірдеңе түскендей. Ойын демекші, қайтсақ қайтеді Тұрар аға. Рысқұлов жалықтың ба? Мүсірепов Мұқаңа преферанс ойнаймыз деп уәде беріп қойып ем. Рысқұлов Мұхтар болса қайту керек. Мүсірепов Мұқаң бала сияқты ғой, сәл нәрсеге ренжіп қалады. Рысқұлов Мұхтар пайғамбар ғой. Ойланып кенет көңілденіп, ана сары бала да ойынпаз ғой деймін. Мүсірепов кеңк-кеңк күліп, Ғабиден бе? Біз бүгін соның дачасына жиналамыз. Ол мұнда да дача салып алды ғой. Домбыраға қосылып сағынышты ән салған адамның сұлбасы көрінеді. Рысқұлов мынау кім болды екен? Мүсірепов бұл Нұрхан деген ақын. Сталин мен Голощекиннің ашаршылығында сүйген қызы Күләндәден айырылған, сол Күләндәсін мұнда да зарыға іздеп таппай жүр. Рысқұлов сағыныш кернеп сарнаған қос дүние кең әлемге көз тігіп, Әзизаны мен де таппай жүрмін. Мүсірепов Данте Беатричесін іздейді, Виргилий Лаурасын сағынады. Айтпақшы Тұрар аға, біз олармен жолыға алар ма екенбіз? Рысқұлов кімдермен? Мүсірепов Данте, Виргилий. Рысқұлов ғалам шексіз, біз сол шексіз әлемде тозаңдай ғанамыз. Әлемде миллиардтаған тозаңдар ұшып жүр, соның бәрі адам рухтары, кімді тауып, кімді танып болғандай. Мүсірепов сүйгендердің де бірін-бірі табуы қиын екен. Рысқұлов енді біз асықпаймыз Ғабит. Бұл дүниенің жарық дүниеден бір артықшылығы, асығып аптықпайсың. Уақыт шексіз, сол шексіз уақыттың бәрі сенікі. Мұнда минут, сағат, күн санау жоқ. Мұнда 1000 жыл дегенің қас қағымдай-ақ миллиондаған жылдар өтеді. Бәлкім біз жер бетіне қайта оралармыз. Мүсірепов Голощекинде ме? Рысқұлов Ғабит, Голощекинде. Бірақ кім болып оралары белгісіз. Адам бейнесінде ме, әлде құрт құмырсқа болып па, немесе зәрлі кенек түрінде ме, әйтеуір оралады. Жер бетіне ода шығады. Мүсірепов гүл өскен жерге тікенек төседі, періште жүрген жерге ібіліс құмар, кім біледі? Дүния деген құдіреттің заңы шығар. Рысқұлов әлемді шолып сағыныш кернеген дүниелер, миллион жылдарда сүйгеніңмен әйтеуір бір кездесесің. Жүр Ғабит, Мұхтар күтіп қалған шығар. Екеуі ақ боз буалдыр арасына баяу батып бара жатады. Ғарыш құрсағынан күңірене толқыған музыка мұхиттың қарағаншыға өніне ұласады. Оркестр шымылдық.